Сабақтарына қатыстым. Аталған сабақтарда сабақ мақсатына жету үшін мұғалім бірқатар белсенді оқу тәсілдерін қолданды. Мен қатысып, бақылаған сабақтарда жаңашыл, яғни жаңашыл зерттеу сабақтарында топтық, жұптық жұмыстың тиімді әдістерін бағалау критерийлерінің мақсатқа жетуге зор ықпалын тигізетінін байқадым. Сонымен қатар, саралаудың тәсілдерін жетік меңгеріп, жоспарлау барысында оқу мақсатын оқушылардың барлығы, көпшілігі және кейбіреуі қалай нәтижеге қол жеткізетінін ескеріп көріп анықтадым. Оқушылар үнемі бағаланып отырды. Осылайша педагогикалық қызмет пен саралаудың басқа да түрлері оқушылардың қажеттіліктеріне қарай үнемі түзетіліп отыруды қажет етеді екен. Осыдан түйгенім, яғни түйінім менің кәсіби деңгейімді жетілдірдім және ішкі уәжімді қанағаттандырдым дей аламын. Педагог сарапшылар, яғни ұстаздармен бірігіп сараптау нәтижесін бақылап, бірге қалай сараптайды, қалай өзінің ұсыныстарын білдіреді, барлығын бақылап, анықтап, өзіме бір ой түйдім деп айта аламын. Және осы жыл соңында мен де мектептің жоспарына сәйкес педагог модератор ретінде зерттеу сабағын өткізетін боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Құрметті әріптестер, енді біз бүгінгі семинарымызды қорытындылап айтатын болсақ, жалпы мен қазір сіздерге айтып өтетінім, біз осы жаңа форматтағы мұғалімдер, педагог зерттеуші, педагог модератор, педагог жаңағы сарапшы, шебер мұғалімдарымыздың жұмысын ары қарата жетілдіруіміз керек. Бұл тәжірибені жалпы біз алып отырғанымыз, мен оны ойдан шығарып отырған жоқпын. Өзімнің әріптестеріммен осы Алматы қаласындағы 137-ші және 76-ші мектептермен серіктес болғандықтан, сол мектептің тәжірибесіне қарай отырып, біз де осыны жасап көрсек деген жаңағы ұсыныс ретінде жасалынып отыр. Енді біз болашақта осы келесі жаңа жылдан кейін тағы бір өзімізге үлкен бір жоспар құрмақшымыз. Ол жерде біз жаңағы ғылыми зерттеуші педагогтар, ол кісілер жаңа ғылыми жұмыстарды алып, солай зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу керек, қандай өздерінің пәндері бойынша бағыттарды алады да, сол бойынша зерттеу жұмыстарын жасайды. Осының нәтижесінде жұмыс жасап көрсек деген ойдамыз. Және де қазіргі біздің жоспарға қойылып отырған жоспарымыз, ол педагог модераторларды қаншалықты тәжірибелі осы педагог зерттеушілердің сабақтарына қатысып, зерттеу сабақтарына қатысқандағы тәжірибе алмасып, көптеген дүниелерді білген кездегі өздерінің жаңағы тәжірибесіне түртіп алған нәрселерді көрсету керек болған. Бұл енді бізде жоспарланып отыр. Желтоқсан айында модераторларымыз өздерінің жаңағы зерттеу сабақтарын көрсетеді. Біз сарапшылар сараптама жұмыстарын жасайды. Сарапшылар тұрғанымыз ол жалпы сол мысалы зерттеу сабағын өткізген кезде жан-жақты қарап отырады. Мысалы, сол жерде пікірлер айтылады, ұсыныстар айтылады. Яғни бұл бір-біріменен жаңағы тәжірибе алмасу мақсатында ғана ғой бұл. Кейбіреулері мүмкін сіздер ойлайтын шығарсыздар, не керек деген сияқты. Бірақ біздің жалпы зерттеуші педагогтарымыз бен шебер педагогтарымыз өздерінің жаңағы мықты маман екендіктерін біздің педагогтарымызға көрсету керек. Олар да бізге жалпы мектебімізге көптеген жаңа өздерінің жұмыстарын көрсете алады деп ойлаймын. Болашақта мысалы соның нәтижесінде бізде жаңағы көптеген дүниелеріміз дайын болады деп ойлаймыз. Енді сіздермен тоже бөліскім келеді. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мүмкін сіздердің ойларыңызда басқалай да бір ұйымдастырған түрлері бар шығар. Енді біз тек қана осы жаңа форматтағы мұғалімдерді жаңа форматта алды, педагог зерттеушіні алды, болды, сонымен тоқталып қалды, ары қарата жұмысы жүрмеу керек деген болмау керек. Яғни ол кісілерде біз осындай жан-жақты білуге, бізді үйретуге шақыруымыз керек деген ой түйдік.
Жалпы мен осы тәжірибемен сіздерге жаңаға бөліскім келді. Былтырғы жаңа айтып өткен біздің осы не бойынша бізде мынандай жаңа құжаттар жиналды. Бұл құжаттардың ішінде жаңа жоспар бойынша жасалған біздің барлық жұмыстарымыз. Бұл жерде жаңа педагог зерттеушілердің барлық жұмыстары, педагог сарапшылардың бөлек жаңағы фактілері, бұл жерде барлық сараптама жұмыстары, қандай ұсыныстар айтылды, қандай пікірлер айтылды, және де әртүрлі жаңағы видео сабақтар сияқты мына жаңа несін түсірген сол дисклар арқылы салынып отыр. Міне осындай жұмыстарымызды көрсеткіміз келіп отыр. Бізде енді сарапшылардың, мынау зерттеушілердің және мынау жаңағы сараптама жұмыстарының құжаттары барлығы жиналып осы жерде бізде тіркеліп отырады. Былтырғы жаңағы январь айынан бастап жасалған жұмыстарымыздың нәтижесі. Рахмет назар аударып тыңдағандарыңызға. Енді келесі сөзді мен Мариям Құрмашинаға беріп өтем. Жалпы бізге мүмкін ұсыныс айтасыз, мүмкін басқалай да пікір айтасыздар. Осы жағынан мүмкін бәріміз бірігіп, басқалай жоспарлауымыз мүмкін, қалай ойлайсыздар? Бүгінгі біздің семинарымыздың тақырыбы осындай болғаннан кейін, мен ойлаймын, осы біздің барлық әдіскерлер бірігіп отырып шешкеніміз дұрыс деп. Бұл енді әрбір мектеп жасауға міндетті деп біз айтпаймыз, ол әрбір мектептің өзінің жаңағы қандай да бір идеялары болады ғой. Сондай жұмыстарды айтып өтсек деймін, сіздермен тоже бірге тәжірибе алмасымыз келеді. Мариям Құрмашина, сөз кезегі өзіңізде. Әріптестер, Мариям Құрмашина қосылмай тұр, что-то, да? Мариям Құрмашина отыр, что-то дауысы шықпайды, сөйлеп отырғанда. Естіген жоқ қой деймін ол кісі. Қазақ тілі секциясына кірем деледі ғой ол кісі. Жоқ, ол кісі уже келем деп нетті да? Қазақ тіліне кіріп қатысқым келеді ғой. Мариям Құрмашина. Қазір мына жақта екі параллельно неде отырмын да. Әріптестер, өздеріңізге белгілі, сіздер танысып жатқан боларсыздар. Бізде 17 қараша күні осы 2-ші тоқсанды бастамас бұрын осы 2-ші тоқсанда қандай құжатқа сүйеніп жұмыс жасаймыз, сол туралы бұйрық шыққан болатын. Бүгінгі сіздер жинаған мақсатымыз осы қазақ тілі мен әдебиеті пәніне қандай өзгерістер бар, қандай құжатпен жұмыс жасаймыз, сол туралы айтайық деп жинап отырмыз. Сол бойынша мен нөмір 11-ші орта мектептің мектеп директорының орынбасары Әлима Қажиқызына сөз берейін. Әлима Қажиқызы, жүргізе беріңіздер. Басқа неге? Гаухар. Басқа неге өтеміз? Басқаға кіріп отыр, қазақ тіліне. Қазақ тіліне кіріп отырмыз. Қазақ тіліне кіргенде отыр ғой ол кісі. Я қазақ тілінде көкіріп отыр. Я, дұрыс емес. Онда біз әріптестер, онда Мариям Құрмашина. Әріптестер, мен естіліп тұрмын ба? Мариям Құрмашина, сізге басқа нені айтып жатырсыз? Естіліп тұр ма? Мариям Құрмашина. естіліп тұр, Мариям Құрмашина, айта беріңіз. Сауғар, бізді естіп отырған жоқ, қазақ әдебиеттерімен ол кісі конвенцияға түсіп отыр. Жоқ, естіп отыр, Беғашы Серікболына естіп отыр. Мариям Құрмашина, айта беріңіз, естіліп тұр. Мариям Құрмашина. Мектептің ұжымына, Гаухар Амангелдиновнаға рахмет айтамын. Енді сіздерде осы негізі қазір жұмыс жасап жатқан еңбектеріңіз осы аттестаттауға байланысты болғандықтан мен ойлаймын, көптеген нәрсе алдыңыздар деп ойлаймын.
Тағы да қосымша сұрақтар болып жатса, тағы да чатқа жазып, немесе WhatsAppқа жазып, сіздер осы мәселені ары қарай талқылайсыздар. Егер тағы да бір вебинар қажет десеңіздер, вебинар ұйымдастырамыз деп ойлаймыз. Бүгінге Гаухар Амангелдиновна, сіздерге рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Рахмет көп-көп, сау болыңыздар. Әріптестер, сіздердің қосып алатындарыңыз бар ма? Қосып алатындарыңыз бар ма сіздердің қосымша? Кері байланыс, өздеріңіздің мектептеріңізде осы жаңа форматтағы мұғалімдерге басқалай жұмыс жасатуға негізделген жоспарларыңыз бар ма? Бірге бөлсек. Біздің осы жұмысымызға кері байланыс айтасыздар ма? Чатқа жазасыздар ма? Чатқа жазамыз. Маған сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Гаухар Амангелдиновна, көп-көп рахмет сіздерге. Шығармашылық табыс тілейміз сіздерге. Рахмет. Сіздерге де. Жақсылықта кездесейік. Көп рахмет қыздар еңбектеріне. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.